Сәлем достар, бүгінгі біздің видеомызға қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен бірге кометалар жайлы толыққанды ақпараттар біліп кететін боламыз. Дәл осы видео басталмай жатып арнаға жазылып қойларыңызды сұраймын. Олай болса достар, біз әдеттегідей видеомызды бастаймыз. Комета күн жүйесіндегі мұзды шағын дене. Ол күнге жақын өткенде жылынып газдар бөле бастайды. Бұл процесс дегазация деп те аталады. Бұл құбылыстың нәтижесінде кометаның ядросын қоршап тұратын кеңейтілген гравитациялық байланысы жоқ атмосфера кома деп аталады. Ал кейде комадан ұшып шыққан газ бен шаңнан құйрық түзіледі. Бұл құбылыстар күн радиациясының және комета ядросына әсер ететін күн желінің плазмасының ықпалынан пайда болады. Комета ядроларының диаметрі бірнеше жүз метрден ондаған километрге дейін жетуі мүмкін, және олар мұз, шаң мен ұсақ тасты бөлшектердің жинақтарынан тұрады. Комета жердің диаметрінен 15 есе үлкен болуы мүмкін, ал құйрығы бір астрономиялық бірліктен де асалады. Егер ол жерге жеткілікті жақын және жарық болса, комета телескопсыз-ақ көрінуі мүмкін. Аспанда 30 градусқа дейін, яғни 60 айдың еніне дейінгі доғаны қамтуы мүмкін. Құйрықты жұлдыздардың көне замандарынан бері түрлі мәдениеттері мен діндерін бақылап жазып келеді. Кометалардың орбиталары әдетте жоғары эксцентритетке ие эллиптикалық пішінде болады, және олардың айналу кезеңі бірнеше жылдан миллиондаған жылдарға дейін созылуы мүмкін. Қысқа периодты кометалар Нептун орбитасынан тыс жатқан Койпер белдеуінде немесе онымен байланысты шашыраңқы дискте пайда болады. Ал ұзақ периодты кометалар Оорт бұлтында, яғни Койпер белдеуінің сыртында орналасқан. Күннен ең жақын жұлдызға дейін созылатын мұзды денелер бұлттан да пайда болады деп есептеледі. Ұзақ периодты кометалар күнге өтіп бара жатқан жұлдыздар мен галактикалық толқынның тартылыс күшінің әсерінен тартылады. Ал гиперболалық кометалар ішкі күн жүйесінен бір рет өтіп, кейін жұлдызаралық кеңістікке ұшып кете алады. Кометаның алғашқы рет пайда болуы елес деп аталады. Күнге көп рет жақындаған сөнген кометалар ұшпа мұздары мен шаңдары түгел жоғалып, кішігірім астероидқа ұқсап кетеді. Астероидтардың шығу тегі кометалардан өзгеше. Олар сыртқы емес, күн жүйесінің ішкі бөлігінде, мысалы Юпитер орбитасының маңында пайда болған деп есептеледі. Алайда негізгі белдеулі кометалар мен белсенді кентаврлар секілді кіші планеталардың ашылуы кометалар мен астероидтар арасындағы айырмашылықты болдыратады. 21 ғасырдың басында ұзақ периодтық кометаларға тән орбиталарымен айналатын, бірақ ішкі күн жүйесінің астероидына тән сипаттамалары бар денелер, олар Манкс кометалар деп аталады. Олар әлі күнге дейін комета ретінде жіктеліп жүр. Мысалы С2014 S3 Pan-STARRS 2013 жылы мен 2017 жылдары аралығында 27 Манкс кометасы табылды. 2021 жылдың қарашасындағы жағдай бойынша 4584 комета белгілі. Бұл сан кометалардың жалпы санымен салыстырғанда өте аз. Себебі сыртқы күн жүйесінде Оорт бұлтында шамамен 1 триллион комета тәрізді денелер бар деп есептеледі. Жылына шамамен бір комета жай көзге көрінеді, бірақ олардың көпшілігі әлсіз әрі көзге байқалмауы да мүмкін. Өте жарық кометалар ұлы комета деп аталады. Кометаларды зерттеу үшін НАСАның Deep Impact миссиясы Темпл 1 кометасының ішкі бөлігінде зерттеу үшін кратер жасап, ал Европалық ғарыш агенттігі Розетта аппараты комета бетіне алғаш қонған роботты ғарыш кемесі ретінде тарихқа енгізді. Міне достар, бүгін біз сіздермен бірге кометаның нақты сипаттамасын түсініп өттік деген ойдамын. Егер достар, сізге кометаның қай тақырыбы ұнады, дәл сол тақырыпты комментарияға жазып кетіңіз. Олай болса достар, біз сіздерді келесі видеода күтеміз.